Саламатсыздар ма? Бүгін біз спиральді сурет жасайтын боламыз. Бұнда біз оқушылардың немесе өзіміз қалаған сурет салып, осындай спираль түрінде распечатка жасап аламыз. Соны бояп, осындай бастапқыда салған суретіміздің бейнесін ала аламыз. Бұл үшін мінекей сайтқа кіреміз. spiralbetty деген сайтқа кіріп, суретімізді жүктейміз. spiralbetty.com. Оны суретімізді жақындатамыз. Мінекей спираль пайда болды. Астыңғы бөліктен настройкалардың барлығын өзгертіп шықсақ болады, яғни спиральдің қалыңдығын барлығын өзгертуге болады. Енді мінекей черно-белый таңдасақ, мінекей осындай черно-белый шықты. Бірақ бұл уже боялып тұрған спираль. Сондықтан color in деген түрі бар, яғни мен бояймын деген түрі. Мінекей загрузканы басып, download батырмасын басамыз. Біздің бояйтын қағазымыз жүктеледі. Яғни осы жүктелген қағазды біз оқушыларға тарата береміз. Енді астындағы контрастность барлығын өзгертуге болады. Мінекей, енді lines дегенге кіретін болсақ, біз линия түрінде де бояуға таратсақ болады, бояу парағын таратсақ болады. Енді dots дегенге кірсек, нүкте түрінде. Мінекей, нүкте түрінде бояуға болатын парақтарды жүктеп алу мүмкіндігі бар. Осылайша сабақты қызықты өткізсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.